Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али Кесет және де менің қасымда Әдік. Ассалаумағалейкум достар. Достар, бүгін біздер Әдік не істейміз? Бүгін KFC мен бургерді салыстыратын боламыз. достар, Қазақстандағы ең үлкен бір фастфуд компаниясы деуге болады, яғни KFC мен Бургер Кингті салыстыратын боламыз. Екеуінен де көп барлық затын алдық. Шамамыз келгенше, енді соны қазір ашып сіздерге көрсетеміз және де салыстырып дәмдерін, качестволарын барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Солай ма, Әдік? Солай. Ал менің алдымда қазір деген Бургер Кинг, Әдіктің алдында KFC достар. Яғни KFC тұр достар. Сіздер видео басталмай жатыр, сізмен лайктарыңыз басыңыздар. Давайте, Әдік, қанша лайк сұрайсың? 10 мың ба? 10 мың лайктан жоғары сұраймын. 10 мың лайктым емес, Әдік, жинап тастайды. Біздің фанаттар 30 мыңға дейін жинап тастайды, сенбейсің ба? Миллион лайк күтемін достар. Мәссаған, 30 мың. Миллион? Басыңдар достар. Басамыз. Жеткіземіз. Так, достар, енді кім KFC-ді жейді, кім бургер жейді, оны әрине біздің не? 100 теңге 100 теңге достар, тұрса ұстайын, қазір ой өсті алмай отыр. 100 теңге достар, 100 теңге жағы әдеттегідей Әдіктікі, жоқ менікі, арты Әдіктікі да. Ал Әдік, дайынсың ба? Дайынмын, ал, яп. Так, кім ұтады, сол KFC жейді, кім ұтылады, Бургер Кингті ашатын болады. Ал, дайынмын. Жіберейін ба? Лайк достар. Жіберейін ба? Лайк достар, давай. Маған KFC түссін десеңіздер, лайк қосыңдар. Кетті ал. KFC түсті достар, 100 теңге жағын бәрін Әдікке айысырамын. KFC. Кәдім достар, рандом өзі, Әдікке түссе. Маған түсіп тұр өзі мен аш деп тұрған сияқты. Және де достар, байқадыңдар ма, Әдіктің алдында жоқ, менің алдында бар. Яғни мен бұның сушняктарын ішпеймін. Мен тек өзімнің натуралка немесе қара суын ішемін. Ал Әдік кола, пепси іше береді. Достар, кола. Так, мен бұл деген өте керемет KFC. Давай көрейік. Неден бастаймыз? Бір сушнягынан бастайық. Бар ма сенде? Бар. Йо-майо, біздікі достар пепси. Біздерікі кола достар. Кола екен достар, қараңыздар. Бургер Кингте кола компаниясы контрактіге отырған, яғни KFC-де кола жоқ достар. Коланың орнында бізде пепси рөл ойнайтын болады. Екеуі бірдей қарап отырсаң да, көлеміне қарасақ кішкене біздікі төгілген ба? Бургердікі көп сияқты. Бургер Кингтікі коласы кішкене көп сияқты. Дәмін енді көру керек. Давай, сенде трубка бар ма? Трубка бар екен. Так, менде трубкам бар екен. Міне достар, трубкасының өзі. Сенде де біреу ма ішінде? Біреу. Кішкентай сияқты менікі KFC-дің трубкасы кішкентай сияқты достар, қараңдар. Сенікі үлкен екен, өзіңе ұқсаған екен, қараңдар. Бургер Кинг достар. Мына ішіне кіріп кетеді. Давай, дәмін көріп жіберейік, мен де құттай ішем тек. Кәдімгі пепси, прикинь, да? Сенікі де кола ма? Кола достар. Достар, кәдімгі пепсиді құйған екен. Онда мына жерге қойып қояйық бұны. Ана жерге қой. Так, енді бізге тиын керек емес. Достар, кімдікі мықты, KFC мықты ма, әлде Бургер Кинг ба? Жазамыз комментарияға. Фри бар ма сенде? Фриде бір емес, 2 фри бар. Прикинь, мына шалдың фрилері мықты сияқты. Қараңдар достар. Ішін қараңыздар. Йо-майо, дәмін көрейік. Достар, Бургер Кинг Қытай екен бар. Тағы бар шығар ішінде, да? Тағы бар. Бәрін шығар, фриіңді. Менде тағы бар, міне керек десең достар. Фри, міне көрдіңдер ма? Қайсы? Не достар, 2 фри. Екеу ме де тек? Тағы бар шығар, шығып атқан шығар фри. Жоқ, болды. Болды ма? Достар, менде де екеу, бірақ KFC-дің көлемін қараңыздар, Бургер Кингтің қараңыздар достар, міне камераға жақындатайық, кішкене міне көрдіңдер ғой. Енді дәмдерін көрейік. Не деген жақсы да? Мұның дәмін көрейік. Қалай? Сен енді Қошын екен. KFC-тікін қара, мен Бургер Кингтікін қарайын достар. Бургер-тікі разница жоқ, да? Разница жоқ. Бір-бірдей екен достар, екеуінікі бір-бірдей. Размері қойып. Экран көрініп отырсын сіздерге. Так, KFC-лерді де бұлай қойып тастаймыз. Ішінен шыққандар, так, менікі 2 фри айтпақшы KFC деп қоям. KFC менің компаниям екен ғой. Так, енді саустардан бастайық. Неше саус бар сенде? Менде KFC-дің қанша саусы бар, көрсетейін сіздерге. Йо-майо! Менде 5 бар достар. KFC-де 5, Бургер Кингте нешеу? 3 екен достар. Қараңдар, бұл қандай саус десеңіздер, карри саусы дейді. Сосын
соус кисло сладкий чили дейді. Сондай соус бар екен. Мынау қандай соус? Соус Терияки дейді. Терияки деген соус. Білмеймін, бұлар түсінбей. Менің ең күшті соусым достар KFC-де чесночный дейді ма? Чесночный. Иә, соус чесночный деген соус. Ал одан кейін сырный соус жақсы көретіндер, міне сіздерге сырный соус бар. 5 түрлі соус екен. Ал енді сен таныстырып шық, көрейік. Бургер Кингте сырный соус бар екен достар. Сырный соус. Сосын томатный соус. Сосын барбекю соус бар. Барбекю. Керемет соустарды жинаған екен Бургер Кинг негізі керек. Бірақ мына соустың өте керемет достар, жеп көріңіздер. Іші айран сияқты, сметана ба бірдеңе жасалады. KFC-ге таптырмайды. Ал бірақ сен Бургер Кингтіңде достар, Бургер Кинг деген таңбалар жоқ те, қарап отырсаң. Қараңыздар. Көріне ме, көрінбей ме білмеймін, Бургер Кингтің логотипі немесе өзінің жазуы жоқ екен. Сол минус. Ал KFC-де міне достар, барлығында KFC деген жазуы бар. Көрдіңдер ғой? KFC, міне KFC, мынаның бәрінде KFC ғой, короче. KFC екен, осындай екен. Негізі KFC ұтып келе жатыр да Бургер Кингті. Тек мынау коласымен ұтатын шығар, біреулерге бірақ Pepsi ұнайды. Ал енді, тағы да бар, ё-моё, барбекю, ё-моё. Тағы да жүр ішінде. 6, прикинь, 6 соус бар. Міне барбекю соусы бар екен, бәсем неге жоқ деп қоям, KFC-де бар екен ғой. Мынада бар барбекю. Ал енді бургер бар ма сенде? Бар екен Бургер Кинг. Йо, сен күлкен екен достар, қараңдар. Бургер Кинг достар. Бургер Кинг және KFC бургер. Прикинь? Қараңыздар. Мына менің шеф бургер, прикинь? Шеф дейді. Ойбай, қазір ашып көретін боламыз. Так, мынау коробкасы аяз атаның андай жаңа жылдың подарка сияқты екен. Так, достар, смело лайктар басыңдар, каналға тіркеліңіздер. Жаңа контент ұнап жатыр ма сіздерге? Біз әдеуге келіп жарамыз достар. Қалай мынау? Көлемі құттай екен достар, көлемі. Сенікі үлкен екен, менікіне қарағанда да? Көлемі құттай болып. Қайсы ішін көрсетші бүйтіп давай. Міне достар, бургері, яғни KFC-кі шеф бургер деп аталады. Әдеуктікі үлкен сияқты, қараңыздар, бүйтіп көрсетші бүйтіп. Міне, мына жағын көрсет. Ананы қараңыздар, достар, екеуінің разницасын қараңыздар. Бургерден алып тұрған сияқты, ішінде не бар алғашқы? Менікінің ішінде достар, қараңдар. Тауық еті бар ма, сондай бірдеңе бар. Менің тауық еті бар, чикен бар яғни ішінде. Сенікінде? Менде котлет бар. Оу, достар, мынада котлет бар. Мен даусымды мына Бургер Кингке берем, осы жолы бургерден, яғни енді ат айтып тұр ғой, Бургер Кинг деп. Яғни бургер күшті болмаса, онда ұят болады достар. Жеп көрейік ал дәмін көрейік. Ё-моё, котлет қалай екен? Бисмилля. Мощный достар, мощный. Бургер Кинг, мощный бургер. Ананікі мықты, мынау енді күшті, бірақ острый, яғни ішінде KFC-дің аяғы бар, яғни крылышки бар, бірдеңесі бар, иә. Сондаймен жасалған, ал котлетпен жасалған бургер ол өте керемет бар. Осы жолы біздің бургерден Айдоктың бургері озды достар. Озып тұр. KFC біздің бургер кішкентай екен достар. Үлкейдейік ағайын, KFC директоры көріп отырсаң. Так, енді не қалды? Бастысы ма? Баскет. Баскеттер, басты баскеттер қалды достар. Баскет деп аталады. Бұл KFC баскеті, яғни біздің шалғайда. Достар, міне KFC және Бургер Кинг деп жазылып тұр ма сенде сыртында? Я Бургер Кинг, братан. Анаңғара, достар, Бургер Кинг деп жазылып тұр мына жерінде. Так, енді сен ішіне пелеп камераға көрсетші. Менің көрі. Достар, мен үшке бөлінген. Жақсылап бүйтіп көрсет. Анаңғара, достар, ал атап өтші, ішінде не бар, қайсы қарайық? Ішінде крылышки бар. Крылышки, мықты. Қойдың еті ма? Так, мынау не ғой, нагетси ғой? Нагетси, іші сиыр ма сондай бар. Тағы да нагетси ма? Тағы үшінші де достар, нагетси екен достар, нагетси. Және де фрейлер араластырылған фрейлер бар. Сенде бірақ чикен бар да, кішкене. Ал мен таныстырып өтейін әдеп, мынаңғара достар. Мұнаның ішінде бір 4 адам, 5 адам тоятындай нәрсе тұр достар. Қараңдар, кілең, аяқ, жаяқ бүйтіп тұрып жейсің. Достар, Бургер Кинг достар. Сочный батын, сочный. KFC. KFC-ді очень жақсы көремін ғой.
Лагет дейін ға, лагет. Достар, лайк. Жеп тауысқым келіп тұр ғой. Өте керемет. Өте. Мощный, достар, мощный контент. Сөйлетпей жатыр ғой. Мощный, достар. Ал жерін жедік. Мен мотор атсауын ішерейін. Түйіп қалдың ғой демайды де. Ашы. Острый, да? Острый, достар, күшті екен мынау. Мынау сөзсіз жеңіп тұр. Достар, мощный екен, Бургер Кингте мощный, но KFC. Давай, екеуміз дәмін көрмедік қайтпақшы. Салыстырып көрейік. Мен сен бургерді, KFC-ді көр, мен бургерді наггетсін көрейін, мен наггетсін жақсы көремін. Керемет. KFC, достар, KFC. Бүйтіп отырайын мен. Острый, сочный, достар. Мен мынаның аяғын көремін. Мына аяғын не білем, қойдың несі, еті ұқсап қап-қара. Тойларға қоядым. Тойларға қоядым андай, көрейік ал. Достар, KFC. Острый, да? Күшті мынау еді, Достар, мынаның еті бір качественный сияқты, мынанікі деген андай бір түрлі ғой. Андай бір қатты ма да? Мынау жұмсақ, достар. Мынада керешке бар да, яғни андай қытырлақта, мынада жоқ ондай көрдіңдер ме? Мынау кәдімгі шашлик сияқты. Дәл шашлик сияқты, достар. Достар, KFC ұнады маған. KFC, достар. Маған ұнады, бірақ KFC-ге, достар, сөз жоқ, достар. Бургер Кинг екінші орында деуге болады да. Енді жерін жедік. Салфетка бар ма сенде? Салфетка бар екен. Қойш! Мәні салфеткасын қара, достар. Достар. Влажный салфетка, яғни ылғалды салфетка деуге болады. Сенде нешеу салфетка? Менде біреу, екеу. Ойбай! Үшеу. Достар, менде екі салфетка тек, достар, Бургер Кинг. Бургер Кинг, неге салфетка аз айтында? Неге аз? Екеу ма? Жоқ па басқа? Екеу жоқ басқа. Қош. Басқа. Достар, санаңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, достар. 9 салфетка KFC-ге тапалады, достар. Мынандай затты енді жаңа мынаны деген енді 9 адам болып дауыс деп тұр ғой саған. 9 адамға 9 салфетка және 6 соусымен, 2 үлкен фреймен, пепсимен, пепсимен коланы салыстырудың қажет жоқ, екеуі енді кола озады ғой. Кола, так, сонымен енді неше орын болды? Так, Бургер Кингтікі қайда? Так, мынаны ағырай ал. Яғни KFC-де баскеті озып тұр, бір ұпай, салфеткасы озып тұр, екінші ұпай, фрей екеу көлем көп, неше? 3 ұпай, және соусымен 4 ұпай. 4 ұпай, яғни 4 ұпай береміз біз KFC-ге, және де коробкасының өзі де керемет сияқты, достар. Подарка сияқты шынымен де. Подарка. Коробкасы дизайнына да бір көңіл аударайық. Яғни, міне достар, дизайнның өзі де керемет, сонымен 5 ұпай, KFC-де 5 ұпай, ал Бургер Кингтікін санайтын болсақ, баскеті екінші орында, нашар, гамбургері бірінші орында, мынадан қарағанда гамбургері керемет. Так, 1 очко, соусы аз, ол қалады, және де соуға, яғни Кока-коласы бірінші орында, Пепсиге қарағанда, 2 очко. 2 очко, сонымен дизайнына қарайтын болсақ, кәдімгі простой пакет, картоннан жасалған пакет. Бұл енді дизайнға саналмайды, дизайн деген мынандай болу керек, достар. Сонымен 5-ке 2 болып бізде кім ұтты? KFC, достар, KFC. KFC ұтты, достар, KFC. Жесең де, жемесең де арманда дейді. Достар, KFC өте керемет екен, сондықтан смело лайк, достар. Давайте, осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесіде қандай заттар салыстырайық, тағы да арзан қымбат па, әлде ащы, тұщы бәрін жазыңыздар, достар. Комментарияға жазыңыздар, біздер әдеуге көміз, міндетті түрде оқимыз. Әдеуге соңғы сөзіңді айтып жібер. Жақсы, достар, келесі видеоны күтетін болсаңыздар, достар, смело лайктарыңыз болсын, смело лайк. Және де, достар, каналға тіркелеміз. Подписаться деген қызыл кнопканы басамыз, достар. Давайте, достар, смело.